Бәріне сәлем, мен қазір сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Бірақ алдымен қай елде өмір сүретінім жайлы жалпылай айтып кетсем деп едім. Көп адамдар менің сіңілім мен мені екеумізді шатастырады. Менің сіңілім Камерунда өмір сүреді, күйеу балам екеуі. Ол жақта тағы бір қазақ жігіті бар, үшеуі сол жақта тұрады, жұмыс істейді. Ал менің өзім, күйеуіміз, қызымыз, үшеуміз осы біз тұрып жатқан ел Орта Африка елі. Осы Орта Африкада біз өмір сүреміз. Тұрып жатқанымызға 3 жыл болды деп айтқан едіммін алдыңғы видеомда. Ал Орта Африка мен Камерун мемлекеті Өзбекстан мен Қазақстан секілді көрші мемлекеттер. Көбісіңіз шатастырасыздар. Көп комменттерде былай жазады, мысалға сіңілімнің комментарында сен деген очки тағып алып өзгеріп кетіпсің ғой, қарайып кетіпсің ғой деген секілді әңгімелер айтыпты. Ал менің видеоларым астына сен очкиіңді шешіп басқа болып кетіпсің ғой, қап-қара қыз едің, сары болып кетіпсің деп бір жазып қойыпты. 2 түрлі адам жазған. Солай көп адамдар шатастырып жатыр, бірақ біз апалы сіңілілеріміз, бір анадан бір әкеден туғанбыз және екеуміз де Африкада өмір сүреміз. Сондай жерлер бар. Сосын мен сіздерге сұрақ қойыңыздар деп едім. Қойған сұрақтарыңызды жинап алдым, қазір соларға жауап беретін боламын. Тағы бір айта кететін жайт, осы Орта Африка мемлекеті ол ең кедей елдердің бірі. Және 2014 жылы осы Орта Африкада соғыс болған, азаматтық соғыс дейді ма білмеймін, христиандар мен мұсылмандар бір-бірімен соғысып, өте жаман жағдайлар болған. Осы жерде қазір жүрген адамдардың бәрі ол кезде көрген сол нәрсенің бәрін бір-бірін кесіп сойып дейді ғой, енді айтпай ақ қояйын андай жағдай жерлерін, бірақ дене мүшелерін бөліп сондай немен емес, мылтықпен деген нәрсе жоқ та, өйткені мылтық жоқ, сондықтан мачетамен бір-бірін жойған ғой енді. Сондықтан да бұл ел енді өз-өзіне келіп жатқан мемлекет деуге де болады. Және бұл елде өте көп әскерлердің түрлері бар, өте көп. 10 мың адамдар бар, басқа елден әскер бар, орыстар бар деген секілді. Сондай сондықтан да бір жағынан бір агрессивный бір мемлекет деуге де болады, және адамдарды онша қатты жақтырмайды. Шеттен келген адамдар онша қатты жақтырмайды. Немесе кейбір адамдар француздарды жақсы көрсе, кейбір адамдар орыстарды жақсы көреді деген секілді солай бөлінеді. Енді сұрақтар, бірінші сұрақ как раз соған байланысты екен. Былай жазып қойыпты: аз ақшаға жұмыс жасайды ма африкалықтар? Өзге ұлттарға көзқарастары қандай депті. Енді айтқаным бойынша өте кедей халық дедім ғой, өте кедей халық болған үшін мына жақта көп адамдар жұмыс жоқ. Және любой жұмысқа олар барып ақша тапқысы келеді. Көп адамның жұмыссыз болғандығынан да зарплата өте аз оларда. Мысалға ресторанда жұмыс істесе, айына 40 мың алады. 40 мың, 50 мың, 60 мың сондай цифрамен санаған кезде, ал теңгеге салсаң, мысалға 40 мың цифра деген 35 мың теңгедей болады где-то, или 32 мың теңгедей. И сол 32 мың теңгеге бір ақ адам бір сол ресторанға барып, бір отырғанда сол ақшаны төлеп кетеді. Ал ресторанға қаншама адам барады, күнде барады деген секілді, бұл жақта бизнес жасап жатқан ақ адамдар, жалпы ақ болмаса да бизнес жасап жатқан адамдар жақсы ақша табады деуге болады. Бірақ соның өзінде олар бастықтарға дейін ба, жаңағы елдің басында отырғандарға дейін ба, көп ақша коррупция ғой енді, көп ақша төлеуіне мәжбүр. Өйткені сол бизнесін осы жерде жүргізу үшін солардың көңілін аулау керек дейді ма, не дейді. Былайша айтқан кезде коррупция толып тұр. Сол одан кейін басқа елдерге көзқарастары қандай дегенде, осы негізі бүкіл әлем бойынша қара адамдар, қара нәсілді адамдар неге шықты ғой? Көтеріліске шықты ғой, былайша айтқан кезде, сендер расистсіңдер, сендер бірдеңе бізді бөлесіңдер, там ақтар деген секілді. Ал негізінде Африканың өзінде өздері де сондай. Олар да бізге расизм көзімен қарайды. Сен ақсың деген сияқты. Және ақтарды олар әрдайым, бүкіл ақтарды олар бай деп ойлайды, өте бай деп ойлайды. Мысалға Қазақстаннан бір бомжды апарып әкеліп қойсаң, ол бомжды да не екен деп ойлайды, бай адам екен деп ойлап тұрады, өйткені оның терісі ақ. Сондай. Бір жағынан енді негізі ол да секрет емес қой. Осы жаққа келу үшін де өте көп қаржы кетеді. Сондықтан да осы жақта жүрген адамдар, әскерилер дедім ғой, олар да өте көп зарплата алады, бізге қарағанда. Және олар шынымен де бай негізінде. Сосын
көзқарастары вот сондай, олар бөліп жарады. Сосын мысалға былай жасайды, осы жерде фрукт сататын әйелдер бар, мысалы келіп бізге фруктыларын сатып сөйтіп кетеді. Олар өздерінің арасында біз негізі французша сөйлеседі ғой, барлығы бір-бірімен французша білеміз деген секілді, ал олар өздерінің арасында санго тілінде сөйлеседі. Санго тілінде мысалға бізге келіп бананды 1000 десе, өздеріне 500-ден сатады деген секілді, солай бөліп жарады. Вот. Сосын аз ақшаға жұмыс жасайды. Екінші, одан кейінгі сұрақ, Камерунда жасайсыз ба, әлде Орта Африкада? Мен уже жауап беріп қойдым. Орта Африка деген мемлекет бар, көбісі білмейді. Орта Африка десе, Африканың орталық екен деп ойлайды. Бірақ ондай да бар, орталық Африка деген де бар. Орталық Африкаға жалпы 6 мемлекет кіреді. Өңшең французша сөйлейтін мемлекеттер. Бұрында француздардың буданында болған мемлекеттер. Соның ішінде Орта Африка деген мемлекет бар, және оның астанасы осы біз тұрып жатқан Банги қаласы. Бірақ Банги қаласының өзі Астана деуге, Астана десең де енді Қазақстандағы бір ауыл секілді. Дамымаған, көп үлкен зданиялар жоқ деген секілді ғой. Сосын Камерун мен Орта Африка мемлекеттері бір-біріне көрші, Қазақстан мен Өзбекстан секілді. Сондай. Одан кейінгі сұрақ, өзің Қазақстанның қай қаласынан боласың, қорықпайсыңдар ма, қандай жұмыс жасайсыңдар дейді. Қорықпаймыз, қорықсақ бұл жерде жүрмейміз ғой жалпы. Өйткені не үшін қорықпаймыз, просто қызық болған үшін. Бір жағынан мүмкін не деп айтады ғой, андай бәрібір басыңа не келсе, сол нәрсе келеді, сен қай жақта болсаң да деген сияқты нәрсе бар ғой. Сондықтан да мен қатты қорықпаймын. Өз басым, жолдасым да қорықпайды, бірақ Тариғаға уайымдауымыз мүмкін. Тариға деген біздің қызымыз. Ол қалай болады екен деген секілді уайымдарымыз болады әрине. Содан кейін не дейді, қандай жұмыс жасайсыңдар дейді. Менің өзім блог жүргіземін, міне сіздерге қазір видео жазып отырмын. Күйеуім осы жерде мұғалім болып жұмыс істейді, ағылшын және түрік тілдерінен береді. Қазақстанның қай қаласынансың? Мен өзім Шымкенттемін, оңтүстіктен. Видеомды бөлуге тура келді, ары қарай жалғастыра берейін. Қазақстанның қай қаласынан деген сұрақ қойыпты. Қазақстанның мен Шымкент қаласынан. Яғни Шымкент дегенде Қазығұрттан боламын. Қазығұрт деген жерді білетін болсаңыздар, Қазығұрт тауы дейді ғой, соның бөктерінен. Одан кейін Астанада Зеренді деген жер бар. Астананың жанында бір Зеренді деген жер бар. Жолдасым сол жердікі, мен сол жаққа тұрмысқа шыққанмын. Солай, сосын екеуміз Африкаға көшіп келгенбіз. Екеуміздің неке қиғанымыз жайлы да айтып берген болатынмын. Бір ғана апта біз таныс болғанбыз бір-бірімізбен дегендей. Сондай қызық оқиғалар бар. Ары қарай одан кейінгі сұрақтарға келек. Африкадан бөлек басқа елге көшіп баруға ойыңыз бар ма дейді. Бар, әрине басқа елдерге. Мысалы мен өзім Мексикада өмір сүріп көргім келеді. Яғни жалпы армандарымның бірі осы жер шарындағы бүкіл континенттерде тұрып көрсем бе екен деймін. Вот Африкада қазір тұрып жатырмын, Азияда тұрғанмын. Негізі Азияда да мысалға Қытайға барып көргім келеді, сол секілді. Әртүрлі Мексикада тұрып көргім келеді, Бразилия, сондай елдерге барып көргім келеді. Америкаға, ақш-қа онша қатты нем жоқ, бірақ просто барып көруге болады деп ойлаймын. Ол жақта тұруға дегенде желанием жоқ онша. Сондай. Жалпы мен дәл қазір Африкада тұра бергім келеді, өйткені Африканы бұрыннан армандайтынмын. Көрсем екен, қызық, Африканың тайпалары қандай екен, білсем екен деген секілді. Арманым орындалғанда секілді. Сол үшін қазіргі планда тек Африка. Одан кейінгі сұрақ, Африкада жұмыс бар ма, айлықтары қанша дейді. Яғни ақ адамдар сырттан келсе деген сұрақ қой. Африкада жұмыс бар. Негізі Африкада көбісі бизнес ашқысы келеді. Сол жайлы сұрақтар сұрап жататын адамдар бар. Бизнес ашқан кезде не істесем болады деп сұрақ қояды. Мысалы, мен өзім негізі бизнеспен эксперт емеспін, бірақ жалпы Африкада дым жоқ болған екен, любой нәрсе жасауға болады. Мысалы, осы Орта Африканың өзінде бірде-бір кинотеатр жоқ. Адамдардың бәрі кинотеатрға қызығады деген секілді моменттер бар. Бірақ кинотеатрды ашқанда да бұл елдің адамдары оған бара алады ма, соған не істеу керек деп ойлаймын. Бірақ бәрі барғысы келеді жалпы, өйткені супер-пупер андай нәрсе да ол. Адамдарға қызықты нәрсе, кинотеатрда развлечение деген не ғой өзі. Өте көп прибыльный нәрсе ғой.
вот мысалы сондай нәрсе ашуға болады деген секілді. Осы жақта бизнестің бәрін емес, көбісін арабтар жасайды. Пакистандықтар да бар, йемендіктер де бар. Йемен деген енді былайша айтқан кезде араб деуге де болады ғой. Сол арабтар уже бүкіл Африканы ресторандар арқылы, супермаркеттер арқылы жаулап алған деуге болады. Өйткені бүкіл сол нишадағы бизнестің бәрін сол арабтар жасайды, және басқа біреулерге өте көп рұқсат бере бермейді. Мафиоздар да бар да ішінде. Вот, мысалға олар жақында осы жақта не ашты, стоматология ашты деген секілді. Ондай жақтарды да уже олар алып жатыр. Стоматологияға біз барып көрдік, стоматологы жақсы екен, және жақсы емдейді екен, өзім таңғалдым. Бірақ сол стоматология ашылмай жатып, менің жолдасымның тісі ауырып қалған болатын. Сосын ол осы орта африкалық дәрігерге барды. Ол дәрігер оны емдеген кезде емдеп, дұрыс емес емдеген ба білмеймін, әйтеуір мына беті сарғайып қалған болатын. Сөйтіп бір ай өткеннен кейін жаңағы арабтардың стоматологиясы ашылды ғой. О, дедік бізде. Сол. Одан кейін айлықтар қанша деп сұрап жатырсыздар ғой енді. Жалпы мен өткенде бір ресторанға бардым, сол жерде сұраймын ғой, сіздерге менеджерлер керек па деген секілді. Басқа жақтан, например, Қазақстаннан, олар мысалға Индияда, Пакистаннан менеджерлер алады. Немесе арабтардан көп менеджерлер бар. Енді арабтар жасаған екен, бірақ жаңа біз барған ресторан ол пакистандықтың рестораны еді. Сұраған кезде әрине бізге керек, бізге менеджерлер керек деді. Бағасы, зарплатасы қанша деп едік. Зарплатасын айтпады, ол адам мен өзіне келіскен бойынша деп, және билеттеріне төлеп береді, және жататын жеріне төлеп береді, сондай. Сосын осы жақта мысалға менеджер болып жұмыс істеп жүрген қырғыз қыздар да бар, сондай. Осы жақта қырғыздар бірнешеу негізінде, қырғыздар барлық жерде деуге де болады. Осы жақта мысалға бір қырғыз әйелдің шаштаразы бар, тоже бизнесі ғой өзінің енді. Сол әйел, Венера деген әйел, мен өзім қол шапалақтаймын. Осы орта Африкада соғыс болып жатыр ғой, негізі былайша айтқан кезде. Сондай жерде өзінің шаштаразын ашып қойған, Ауғанстанда ашып қойған, өңшең қауіпті елдерде шаштараз ашып бизнесін жасап жатыр екен. Одан кейін солай айлықтарын өздері келісіп сондай. Енді жақсы айлық алады негізінде. Бірақ жақсы айлық алған күннің өзінде де бұл мемлекет өте қымбат мемлекет, сондықтан да ол айлығың бәрібірде Қазақстанда орташа өмір сүру дегенмен тең болып қалады деп айтар едім. Африка күшті ма, Қазақстан күшті ма дейді сұрақ. Африка екеуін салыстыруға болмайды деп ойлаймын. Мысалы Қазақстанда өмір сүру жағдай бойынша қайда жақсы? Әрине, қайда жақсы. Адамдармен қазақша сөйлеген. Мысалға менің жеке басым өзіме Қазақстанда мысалға тұратын болсам, өзімнің құрбыларым болар еді. Құрбылармен әйел баласына былайша айтқан кезде маңызды ғой. Көп сөйлесіп, кездесіп, осылай жеңілдеп бір жақсы болып жүрер едім деп ойлаймын. Сондай жағдайлар бар. Өзім құрбыларымды сағынамын. Ал Африкада адамдар қызық. Ол да менің арманым болды ғой, мысалға да. Арманым осы жақтағы адамдардың андай менталитеті дейді, традициялары қандай екенін қызық маған мысалға білген. Солай. Былай негізі жағдай жағынан әрине Қазақстан күшті. Ал ерекше бір опыт алғың келсе, онда Африкада қызықты. Бірақ көп адам Африкаға онша қатты келгісі келмейді. Қызым жан. Қызым шуламай отыр жарай ма? Так. Одан кейінгі сұраққа келетін болса, Африкада Қазақстаннан арзан ба? Яғни бізде орташа өмір сүріп жүргендер ол жақта қалай өмірі салыстырмалы түрде? Негізі жаңа айттым, Африканың халі өте нашар негізінде. Өйткені бұл жақта адамдарды коррупция көп деп айтайын ба білмеймін. Оның себептері көп, білім жоқ деп айтайын ба, әлде құлдық өмірді өте көп сүрген деп айтайын ба. Даже біздің Қазақстанда негізі былайша айтқан кезде құлдық өмірге кіріп кеткен ғой бұрын, орыстар жаулап алған кезінде. Соған ұқсастығы да бар. Бірақ ұзақ жылдар бойы құл болғандықтан бұл жақтағы адамдардың несінде, миында сол менталитет қалыптасып қалған. Олар сразу өзін бір не деп есептейді. Жаңа мен бағынуым керек деген секілді бір көзқараспен қарап адамдарға солай отношение жасайды. Енді арзан ба дегенде, жоқ, бұл жақта өмір сүру
мысалға қазақстанның дүкеніндегі заттар дейікші, иә, сондай заттарды алғың келетін болса, онда ала алмайсың. Сыр мысалға, иә, ондай заттарды ала алмайсың, егер африкалық, таза африкалық өмір сүретін болсаң, өйткені ол заттың бәрі қымбат. Егер бай болсаң ғана ала аласың. Ал өздерінің халықтың арасында керекті заттар бар. Өздері тауықтарын бағады, өздері жұмыртқаларын шығарады, өздері егіндерін егеді, өздері жеміс жидектің түрлі түрі көп. Мысалға манго, папайя, авокадо өте құнарлы, өте керемет жемістер жеуге болады. Жемістің жұлдыз фрукт деген, кокос деген түрі бар, және жыл 12 ай өсіп тұратын жемістер де бар. Сондықтан да былай аш қалуға ондай не жоқ деп ойлаймын. Енді аша дегенде бірақ андай өліп қалатындай емес. Сондай десем болар еді. Ал егер орташа өмір сүретін адам осы жаққа келетін болса, қиналады. Өйткені бүкіл нәрсе қымбат. Шынымен бүкіл нәрсе қымбат. Сондай. Дәріханаларда дәріні тек рецепт па, әлде әшейін сатып жібереді ма дейді. Күшті сұрақ негізінде, бірақ рецепт деген нәрсе бар. Негізі рецепт деген нәрсе бар. Осы жақта доктор шақырсаң, больницаға барған қарағанда осы жаққа келе салады, бірақ өте қымбат алып алады. Мен келдім ғой, анаған ғой, мынаған ғой деп ақша алып алады. Сосын емдеген кезде докторлары былай істейді. Мен бір рет ауырып қалған едім, ол кезде аяғым ауыр етін, и докторды шақырдық. Ол әйел емес, бір кісі болды. Сосын ол кісі қай жерің ауырады деді, сұрады. Басым ауырады дедім, тамағым ауырады дедім, бірдеңе дедім. Сосын 4 түрлі нәрсе айттым ғой, енді диагноз шығару керек қой, осы 4 түрге қатысты бір ауруды шығару керек қой, или бір дәрі беру керек деген секілді. Ол алды да сол 4-еуіне 4 түрлі дәрі берді, мысалға. И сондай бұл жақтың медицинасы өте қатты дамымаған, және аптекаға барып, дәріханаға барып сатып аламын десең де, сенен рецепт қатты сұрап тұрмайды. Сұрап тұратындар да бар әрине, бірақ бәрібір ақшаға сатып алуға болады. Яғни мен саған беремін, сен маған бересің ба деген секілді. Коррупция көп қой енді. Енді әрбір адам бұл жақта кедей болғандықтан да ғой, барлығы ақшаға мұқтаждығы бар, сондықтан да келіседі. Бүкіл нәрсені ақшамен шешуге болады. Бүкіл нәрсені ақша. Даже аэропортқа визасы келіп қалсаң да, сол жерде ақша төлеп кіріп кетуге болады. Сондай. Аурулар жоқ па, малярия дегендей аурулар көп қой деп менен көп адамдар сұрайды негізінде ол жақта ауырып қалмайсыңдар ма, ауру көп қой. Негізі адамдардың ойында Африка деген сондай тек ауру екен. Осы негізі енді бұрыннан бері видеоларда солай көрсетеді ғой, бүкіл қазақтар. Енді мен қазақтарды ғана білемін, сондықтан қазақтар деп айта берейін. Солай ойлайды екен, ол жақтың бәрі ауру ғой, ол жақтың бәрі жаман ғой, сендер қалай жүресіңдер деген секілді. Негізінде мен айтар едім, ол аурулар ондай, мысалға Қазақстанда аурулар бар ғой тоже, дәл сол сияқты ол жақта да деп айтар едім. Бұл жақтың негізі көп ауруларын үстідегілер, мысалға, или болмаса білмеймін кім екен, может осы елді тонағысы келетіндер, например, может француздар ма деген секілді, басқа елдер, может Америка, кім біледі, жалпы өтірік өсек шығарған деп ойлар айтар едім. Білмеймін онысын нақтысын білмеймін, бірақ сондай. Сосын ондай қатты бүйтіп ауырып қалып не істейтін ондай не жоқ. Ауруды шүкір мен өзім ауырған жоқпын осы уақытқа дейін, ауырмай ақ та қояйын. Солай. Сосын деген африкалы аурулардың әрине түрлері көп, андай мысалға малярия бар, иә. Малярияны бір жағынан бұл жақта уже жақсы емдейді, өйткені көп адам ауырған ғой. Сондықтан да ол қатты проблематичный емес. Одан кейін мысалға андай аурулар бар, жазылмайтын аурулар да бар да. Мысалға піл ауру дейма, сондай адамның қолы ісіп кетеді, аяғы ісіп кетеді, көбінесе балалар ауырады дегендей. Бірақ бір қызық айтайын сіздерге. Мен қашан әйтеуір бір Қазақстанға қайтып бара жатқан едім, бір өзім қайтқанмын. Сол кезде аяғым қалған кезде, аяғым ауыр кезде, босануға бара жатқан едім Қазақстанға. Сол кезде Турция арқылы өттім. И Турцияға келдім. Сол жақта мен 4 сағат аэропортта қалатын болдым. Яғни күтетін болдым. Сол күтіп бара жатқан кезімде, өзіміздің жаңағы билет беріп өтетін жерге бара жатқан кезде бір қазақ әйел кездестірдім. Сол қазақ әйелдің баласы ауырады екен. Оказывается, сол ауру ол африкалық ауру. Бір қызық нәрсе да, адамдардың барлығы айтады, осы
Африкада адамдардың бәрі солай ауырады ғой деп, бірақ дәл сол африкалық аурумен Қазақстандағы адам ауырып жатыр екен. Яғни ол ауру тек қана Африкада деген ғана сөз емес. Және ол бала ауырып қалған кезде бір ай жасында болған, бір айлық болған. Сондықтан да біз нақты айта алмаймыз кім қай жерде қалай ауырады деген сияқты нәрсені. Сондай. Жаңа қай жерге келдік? Одан кейінгі сұрақтарға жауап беретін болсақ, күйеуім қазақ па дейді. Күйеуім қазақ, сосын деген бір қызық видеода, бір видеом көп қаралым жиналып еді. Сол жерде барлығы қазақ екен ғой, Африкаға екен деп шошып отыр едім, балағаттайын деп отыр едім, боқтайын деп отыр едім деп айтады да. Сосын мен деген енді бір мынандай сұрақ, не емес па қатты. Әрине қазақ, мен негізі өзім сәл нем бар, сондай менде нем бар, қазаққа тұрмысқа шығу керек, үйлену керек деген секілді. Бірақ негізінде басқа ұлтқа шығып кетсе де не емес, онша қатты жек көріп кететін адам сондай бір жағдай емес. Ол негізінде мұсылман болса болды деген, мұсылман емес басқа біреуге шығып сондай болып кетсе, уже солай қарау керек деп ойлаймын. Бірақ бізде тек қазақтар деп қалғанбыз. Сондай. Қайырымдылықпен айналысасыздар ма дейді. Қайырымдылықпен айналысамыз ба дегенде, осы жаққа адамдар жіберіп тұрады, көп Африкаға көп көмектер келеді, құдықтар ашылады. Мысалға Орта Африка дәл Қазақстан секілді ешқандай теңізге, ешқандай мұхитқа жанаспаған. Сондықтан осы Орта Африкада тек бір ғана өзен бар, Убанги деген өзен. Сол өзенде ғана су бар. Былайша айтқан кезде сыртта тұрған су. Сол суда адамдар жуынады, сол суда ішеді, сол суда қолданады, кірін жуады деген секілді. Балықты да аулап жейді сол жақта, және көп адам сол суда қайтыс болады, өйткені көп адам жүзе алмайды. Одан кейін сол үшін осы жақта негізі құдықтар да көбірек ашылған. Жалпы Африканың барлық жерінде құдық жақсы ашылған деп ойлаймын. Мысалы Кенияда деген секілді. Бірақ Кенияда, например, Камерунда олар мұхитқа жанасқаннан кейін онша қатты проблемасы бар деп ойламаймын, бірақ адамдар сол жақтарда ашқысы келеді мысалға да. Орта Африкада да көп құдықтар бар, соларды ашып отырамыз. Ол ақшалардың бәрін біз өзіміз жинамаймыз. Жалпы мысалға Франциядан келетін көмектер бар, Бельгиядан келетін көмектер бар. Әртүрлі адамдар жіберіп отырады. Сол жақта қайырымдылық жасағысы келетін адамдар ақша жинап бізге жібереді. Біз оны апарып осы жақтағы сол жасайтын адамдарға береміз. Олар сол жақта жасап береді. Сондай қайырымдылықтар жасалып тұрады. Жалпы одан бөлек не кезде ораза ұстайтын кездерде, құрбан кездерде мен өзім Инстаграмда жинаймын. Солай да жасаймыз. Қазір мен қызыма барып келейін. Сосын бір үлкен, бір ұзын бір сұрақ бар екен, соны сіздерге оқып беріп, соған жауап бергім келіп тұр. Кел қызым. Айғаммен отыр. Қараш. Сәлем де. Сүт жесің ғой не? Қой, қазір маманы видео түсіріп алсын, сосын жарай ма? Жүгір ойнай бер. Жаңағы ұзын сұрақты оқиын. Бүйтеді. Ай, қарындасым-ай, басқа елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген бар. Қаракөз қазағымызды көбейтудің орнында Африка қаңғып жүрсің. Ажал айтып келмейді деген тағы бар. Алла тағала қазақ қылып жаратты ма, жер берді, ел берді. Көппен көрген ұлы той деген осы не керек? Бұғанасы қаптаған қарындастар көріп, шетел жұмақ екен деп көк аттының етегінен ұстап кете барды да, мына видео түсіріп халыққа көрсетіп жатқаныңды әсте құптамаймын. Егер де бір қазақтың қызы саған еліктеп соңынан оңбай өкінсе, көз жасы сенің мойныңда екенін, екі иығындағы періштелер әр сөз қадамыңды жазып отырғанын шамалайсың ба деп жазыпты. Негізі кейбір сөздері дұрыс бір жағынан, бірақ өте дұрыс емес коммент деп ойлаймын. Мен өте дұрыс емес сұрақ деп ойлаймын. Өйткені біріншіден бұл адам біліп алып жатқан жоқ менің күйеуімнің кім екенін. Екіншіден қара көз қазағымызды көбейтудің орнында Африкада қаңғып жүрсің дейді мысалы ше. Біздің қазақтарда мынандай менталитет.
менің түсінгенім бойынша. Бір жерде отыру керек, ол сол жерде қатып қалу керек деген секілді. Және ешқандай да әлемді көрмеу керек, ешқандай да миыңда басқа нәрселерді көріп, бір дамып, сондай бір нәрсе болмау керек деген секілді бір тек өзінің жерінде солай айналып жүре беру керек деген секілді ма әйтеуір. Яғни басқа әлемге дым ашық емес бір көзқарас деп ойлаймын. Одан кейін жазыпты, басқа біреу сенің артыңнан еріп кетсе дейді. Енді ақымақ емес қой адам, дұрыс па? Адам ақымақ емес, ол көреді деген секілді өзі қарасын. Сосын деген менің күйеуім қара адам емес қой, қазақ қой. Сіз қара болып жазыңыз деп айтқым келіп тұр да, енді хейтерге жауап сияқты болып қалды, бірақ солай. Әрине негізінде бірақ жасаған өзің жасап жүрген әрекеттерге жауап бересің, және басқалар сенен үйренеді деген нәрсе де бар. Шынымен де ол нәрсе бар. Сол үшін жамандық жасап басқаларға үйретсең ол дұрыс емес деген нәрсе бар. Оның күнәсі саған жазылады да деген нәрсе бар. Бірақ құдай сақтасын, енді бірақ мен деген ештеңе үйретіп жатырмын деген деп ойламаймын. Өйткені менің видеоларым осы Орта Африка жайлы, және осы Орта Африканы ешкім көрмеген, мысалға да көрген адамды да түсіріп басқаға көрсетпеген сол нәрсені жасап жүрмін деп ойлаймын. Орта Африканың мысалға Гуглдан іздеп қарасаң, Центральная Африка деп іздесең, өте қатты көп информация жоқ, адамдар қалай не екенін білмейді. Мысалға Африка жайлы түсініктері өте басқаша. Көп адамның біздің әсіресе Азия жақта деп айтайын ба, бүкіл әлемде деп айтайыншы, негізі Африкада тек қана бір шөл дала екен деп ойлайды. Ал негізіне келсе Орта Африка емес, жалпы бүкіл Африкада өте әдемі жерлер көп. Африка негізі орман тұнған континент. Тек Сахара жағы ғана сондай шөл дала болмаса, жалпы шөл дала болған күннің өзінде өте әдемі. Мысалға ол жақтарда сондай да, мысалға сондай нәрсені мен мысалға көрсетіп жүрмін деп ойлаймын, адамдарға пайдам тиіп жатыр деп ойлаймын. Және мысалға осы Орта Африкаға, жалпы Африкаға келіп бизнес жасап, мысалға сондай дамығысы келетін адамдарға да өте қатты пайдалы деп ойлаймын. Олар мысалға көшіп келетін жерінің қандай екенін көргісі келеді, білгісі келеді. Олар Қазақстанды сатып кетіп жатқан жоқ қой, қайта Қазақстанға көп үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Қазақтар шетелде жүрсе, мысалға Димаш Құдайбергенді айтайық, ол да Қытайға барып танымал болып бүкіл Қазақстанның атын көрсетіп жүр. Барлық әлем Қазақстанды Димаш Құдайбергенді жақсы көреді деген секілді. Ол қайтаға Қазақстанның Борат секілді емес екенін білдіру деп ойлаймын. Және сол арқылы ол енді әр адамның қадамы кішкентай болса да, бірақ жалпылай алған кезде ол өте үлкен әсерін береді елге. Мысалға біздің Қазақстанға да көп адамдардың, туристердің келіп, ол деген ақша ғой тау жоқ. Мысалға да осы Орта Африкаға мысалы ешқандай турист келмейді, вообще турист келмейді. Өйткені бұл жақта соғыс болып жатыр. Және ең кедей елде несі бар деп ойлайды, тек әскерилер ғана келеді. Сол секілді. Ал мысалға Кения деген өте әдемі жер, сафари бар. Танзания деген өте әдемі көп пляждары бар деген секілді. Ол жақтарға мысалы туристер көп келеді. Олар да өте қатты дамыған осы Орта Африкаға қарағанда. Дәл сол секілді мысалы Қытай мен Қазақстан салыстыр. Қытайда да қаншама адам бар, қаншама адам барады ол жаққа, қаншама олар мысалға да бізге не келмейді. Өйткені халық сондай. Мен ойлап былай айтар едім, мысалға көбісі мысалы біздің Қазақстанда ойлайды ғой, жалпы осы жер күшті дамып жатыр, Европа күшті дамып жатыр, сол секілді болуымыз керек деген секілді айтады. Бірақ мен айтар едім, мысалға біздің құрақ тұр да, осы құрақты дамытып бір не дейді, әлемдік бір керемет бір дүние қылып, мысалға да адамдарға сондай көрмелерге шақыртса ерекшелік болмайды ма? Мысалға сондай әркімнің өзінің әр ұлттың өзінің несі бар ғой. Мысалы осы Африкаға келетін адамдар африкалық билерді көргісі келіп келеді. Мысалы Масай деген тайпа бар. Масай деген тайпа 2 метрге қатты ұзын секіреді мысалға ше. Солай секіре алғандарын көру үшін келеді мысалы адамдар. Бірақ олар айтпайды ғой, вот Европада осындай екен, бізде солай жасайық деген секілді. Жоқ. Ол уже Европа бар мысалға да. Дәл сол секілді осы Қазақстанда даму керек деп ойлаймын. Соған үлесімді қосып жатырмын деп ойлаймын. Мысалға да адамдарға көрсету арқылы, адамдар мысалға осы Африкаға любой адам келе бермейді ғой, әрбір адам келе алмайды. Олар хотя бы видеодан көреді, не бар екенін біледі деген секілді, сәл-пәл басқаша ойлай бастайды деген секілді. Көп адамдар шүкір мен Қазақстанда тұрып жатқаныма өте жақсы тұрады екенбіз деп айтып жатыр. Мысалға ол да бір
ол да бір өзгеріс деп ойлаймын. Сондай. Сондықтан да мен айтар едім, ешқандай да айыбы жоқ деп. Одан кейін тағы бір сұрақтар, мен қазір инстаграмда, ютубта ашып қарайын. Жалпы сіздерге осы видео ұнаған болса, жазылып қойыңыздар, лайк, коммент жазыңыздар. Тағы сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар, мен сіздерге тағы да жауап беремін. Көріскенше сау болыңыздар. Рахмет үлкен.